Қазақстандықтарды өткен аптадан бері алаңдатқан Түркістан облысындағы су тасқынынан келер қауіп әлі сейілер емес. Осы оқиғадан соң Түркістан облысы Мақтаарал ауданында бірнеше ауылдың тұрғындары су басу қаупіне байланысты шұғыл түрде эвакуацияланды. Тасқын судан 620 үйге зақым келіп, 3600 гектар алқап су астында қалды. Әрбір қиындықпен бірге сөзсіз жеңілдік бар. Я, рас. Әрбір қиындықпен бірге жеңілдік бар. Ассаламуалейкум, қазақ елі. Түркістан облысы Мақтаарал ауданы аумағында болып жатырған қазіргі жағдайдағы төтенше жағдайға байланысты Маңғыстау облысының мұсылмандары сіздердің басыңызға төнген осындай қиыншылық жағдайда қабырғасы қайысқан әрбір қазақ өзімнің жалғызым деп біз сіздердің жағдайыңызға алаңдап, қолдан келген мүмкіншіліктердің барлығынан көмектесуге және жәрдемдесуге дайынбыз. Алла тағала кәламда Шарқ сүресінің 5-ші аятында айтады: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна ма'ал усри юсра. Сөзсіз әрбір қиыншылықтың артында жақсылық бар деген осындай бастарыңызға төнген табиғи жағдайға байланысты, апатқа байланысты төтенше жағдай елде жарияланғанын біздерді де алаңдатып отыр. Алла баршамыздың жұмыла көтерген жүк жеңілдеген, баршамыздың осындай қиыншылықта ел болып, халық болып осыған атсалысып, көмегімізді көрсетуге дайынбыз. Алла баршамыздан разы болсын. Жақсы іске, қайырлы іске ұмтылайық ағайын. Әр қазақ менің жалғызым демекші. Осы жағдайда, осы Түркістан облысы Мақтаарал ауданына, Маңғыстау облысының баршама мұсылмандарын белсенді түрде көмектесуге, жәрдемдесуге, осы жылуларыңызды көрсетуге шақырамыз. Астында осы көрсетілген есеп шотқа өздеріңіздің қаражаттарыңызды аударыңыздар. Себебі қазіргі таңда осы індетке байланысты біздер оларға көрпетусек, не жылы, тамақ, сондай нәрселер арқылы көмек көрсете алмағанымыз себептен біздер қазіргі таңда тек қана қаржылай көмек көрсетуге ұйғарып отырмыз. Маңғыстау облысы, Мақтаарал ауданы, біз сіздермен біргеміз.